Давайте. Демократ. Запись жасап жатырмыз. Жақсы. Так. Бірінші былай істеңіз. Trusty Wallet Coins деген бит кіріп. Трансвальдке, да? Мгм. Трансвальдке кіреміз қазір. Трансвальд. Қайсысы? Так. Trusty Мынау. Wallet. Мынау емес па? Осы. Аха. Қосып жатырмын. Бұл жерден сіз бірінші тронның адресін аласыз. Трон деген мынау тұр. TRX деп. Соның үстіне басамыз. Получить деген кнопканы басамыз. Получить. Мынау адрес. Осыны скопировать етіңіз да, маған WhatsApp-қа тастаңыз. Екінші, неге кіресіз? Жаңағы тура сол Trusty Walletке кіріңіз. Тағы да. Содан кейін неге кіріңіз? Аты неді? USDT TRC20-қа кіріңіз. Бұдан шығыңыз. Троннан шығыңыз, да? Назад. Астында тұр, тронның астында USDT, Tether, TRC20. Енді осы жерде сізге түсініп кетейін. Бұл жердегі мынау цифровой доллар, Тронның блокчейндағы цифровой доллардың комиссиясына Трон деген криптовалюта алынады бұл кошелекташы. Біз өткенде сатып алдық қой Coinsbit'тен Тронды. Қазір осы сізге түсінікті болу үшін түсіндіріп жатырмын. Получить деген кнопканы басыңыз. Получить. Копировать. Так. Пожалуйста, подождите. Копировать. Тоже маған жіберіп қойыңыз. Екі рет жібереміз ба? Анау USDT-ні кейкі Ол біреуі Тронныкі, екіншісі TRC20 цифровой долларныкі. Енді Coinsbit деген биржаға кіреміз. Не деген? Coinsbit? Естілмей қалды просто. Coinsbit, да? Связано шығады, значит. Coinsbit биржа. 3 сызықты басамыз жоғар жағындағы. Енді кошелек дегенді басамыз. Кошелек. Баланс? Баланс. Қатып қалып тұр ма? Баланс басылмайды. Осы. Сізде 189 TRC20 тұр основной баланста, содан кейін Трон тұр, тоже основной баланста. Мән беріп қарасаңыз, основной деп жазылып тұр. Енді подробнее дегенді басамыз USDT-дағы. Так, USDT. Подробнее. Вывод дегенді басамыз. Вывод. Енді способ оплаты астына түсеміз. Способ оплаты. Жоқ, қатты түсіп кетпеңіз. Тоқтаңыз. Жоғары қарай көтеріліңіз. Астына түскенде қатты түсіп кетпеңіздер. Мәне тұр, способ оплаты тағы көтеріңіз. Мәне жерде тұр, способ оплаты, асықпаймыз. Біз қай жерге шығарайын деп жатырмыз? Цифровой долларда? Неге ма? Тезерға ма? TRC20-ға ма? Tether TRC20-қа шығарайын деп жатырмыз. TRC20. Тронның блокчейндағы цифровой доллар. Соны таңдаймыз. Ары қарай, төмен түсеміз да? Төмен түсеміз. Тағы да түсіңіз. Мәне жерге адрес, бағанағы скопировать еткен адресті мына жерге қойыңыз. Ставить. Екіншісін ба, біріншісін ба? Екіншісі. Содан кейін максимальный деп басыңыз. Максимальный. Астына түсеміз. 1 доллар, 2 доллар ұстап қалады екен, 1 доллар ұстайды екен, вывод кнопканы басамыз. Вывод. Басамыз. Енді сізге на данный момент вы не можете вывести. Почему? Тағы да басыңызшы вывести. На данный момент вы не можете... Как вы меняли пароль 3 дня назад. 3 күн өтсін пароль менять еткеніңізге, содан кейін барып шығарасыз. Потому что жаңағы для сохранности ғой мынау. Пароль менять етсе шығармай қояды екен ғой бұларда. Онда біліп алдық. Керемет. Енді қараңыз, анау бұл жердегі жаңағы қазір біз TRC20-ті шығарайын деп жатырмыз. Одан кейін Тронды шығарамыз. Трон деген жаңағы комиссиясына кетіп отыратын не ғой бұл? Мынаны да записті қоя берейік, адамдар жайлап көре берсін. Мына 3 күнді пайдалансын, 3 күннің ішінде осындай
жаңа монетаның сыйымдылығын көбейтіп алатын. Адамдарыңыз болса кешкі 21:00-ге зумға шығарыңыз. Түсіндірейік тағы да. Біздің Астана уақытымен 21:00-ге. Мақұл? Кешкісін Үміткүл ханым, сіз қолыңыз тигенде екінші партнер тіркеу жіберейік, да? Иә. Жазылам деп жатырған. Давайте. 3 күнге беріп қалсын деген ғой. Аха, да. Рахмет сізге.